Бауырды тазалаудың 6 жолы. Бірінші, 1 стакан таза суға лимонның жартысын салып ішіңіз. Лимон жырны бауырдағы токсиндарды шығарса, ал су оларды шаяды. Екінші, чеснок пен пияз жеңіз. Бұл әрекетіңіз туыс туысқандарыңызға ұнамауы мүмкін, бірақ бұған бауырыңыз риза болады. Чеснок пен пиязда өсімдік витаминдері бар. Майды ертіп, организмдегі қалдықтарды тазалайды және бактериялар мен грибоктарды өлтіреді. Үшінші, растворяющая пятнистая деген шөптің шайын ішіңіз, және де марин чертополох деп аталады. Немесе осы шөптерді суға салып ішіңіз. Растворяющада силимарин бауыр клеткасын улы заттардан қорғайтын антиоксиданттар бар. Төртінші, С дәрумендері мол жеміс жидектерден көбірек жеңіз. Түрлі түсті капуста, болгарский перец, құлпынай, спаржа, лимон, капуста, шпинат, горох, апельсин, грейпфрут, помидор, малина, сельдерей, жалбыз, петрушка көп болған сайын жақсы, ал егер жекеде күйі болса, тіпті жақсы. Бесінші, одуванчик жапырағын кез келген түрін жеңіз. Шай, салат, сок, сорпа және тағы басқа. Үйіңіздің жанынан ала салмай экология таза жерден алыңыз. Алтыншы, үнді тағамдарын дайындап үйреніңіз, себебі ол тек дәмді емес, әрі пайдалы болып келеді. Тағам түрі куркума деп аталады.